Қайырлы күн достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қазақша десерттердің бірі өте дәмді болып шығатын жентті бірге әзірлейтін боламыз. Өзімнің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, қоңырау батырмасын басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдымен қажетті заттарымызды дайындап аламыз. Бізге тарыдан жасалынған талқан, қант, ерітілген сары май, сгущенка және кокосовый стружка қажет болады. Талқанға қантымызды саламыз, одан соң ерітілген сары майымызды саламыз және сгущенканы қосып, жақсылап қасықтың көмегімен араластырып аламыз. Содан соң кейіннен қолымызбен жақсылап араластырып аламыз. Барлығы бірігіп, қантымыз еріп болғанша жақсылап араластырып аламыз. Міне осындай біріккен кезде ғана тоқтатып аламыз. Енді қалаған формамызға салып жасай берсек болады. Менде осындай кондитерлік формаға салып, беттерін барлығын тығыздап саламыз. Арасында ешқандай ауа қалыпқа кетпеу қажет. Осылай салып, холодильникке немесе морозильникке 1 сағатқа қалдыратын боламыз. Қалғанынан осылай қолымызбен мұжып, құрт сияқты қылып жасап алдым. Болмаса домалақ шариктер қылып жасасаңыздар да болады. Мейіз қоссаңыздар да болады, немесе дәнек қоссаңыздар да болады. Мен ештеңе қоспадым. Осылай дәмдірек болды. Енді формамыздан алып, бетіне кез келген шоколадты сеуіп, сәндік үшін бетіне кокосовый стружканы қойып шығамыз. Өте дәмді, керемет болып шығатын десерттердің бірі. Отбасымызбен сүйіп жейтін боламыз. Осы рецептпен сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Видеоны толықтай қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Нұрия Амангелді. Келесі видеоларда жолыққанша қош сау болыңыздар. Ас болсын. Кәделеріңізге жарасын.